Я, Айтым Жакупов, являюсь одним из основателей движения Street Workout Казахстана. Для меня, как для спортсмена, очень важно, чтобы в нашем городе было как можно больше зеленых мест, чтобы можно было сделать пробежку на свежем воздухе. Также хотелось бы, чтобы как можно больше молодежи и спортсменов приняло участие в данном челлендже. Я поддерживаю челлендж «Посади свое дерево» и передаю его всем спортсменам Казахстана. Біріншіден біз келешек ұрпақ үшін жасаймыз. Болашақта балаларымызбен осы ағаштың жанынан өткен кезде еске алармыз. Сондықтан мен, Жүгінісов Рүстем, өнердегі әріптестеріме өз ағашыңды отырғыз челленджін жолдаймын. Біз табиғатпен біргеміз. Каждый человек в этом мире должен оставить след после себя. Почему бы не посадить дерево? Это будет лучшая память. Сменяются поколения, а дерево растет, живет каждый год и дарит нам чистый воздух. Я, Тахтай Василий, поддерживаю данный челлендж и передаю его своим коллегам. Жас сарбаз, жас өспірімдер әскери патриоттық қозғалысы, республикалық қоғамдық бірлестігі Нұрсұлтан қалалық филиалының төрағасы Налшыбек Асхат Бағдатұлы өз ағашыңды отырғыз челленджге қатысуға елорда жастары мен белсенді азаматтар мен азаматшаларын шақырамын. Жас қаламыздың көгаландыруға жақсарту ол біздің қолымызда. Құрметті елорда қонақтары мен тұрғындары, эко-акциясы аясында ұйымдастырылып отырған қаламызды көгалдандыру мақсатында өз ағашыңды отырғыз челленджіне бүкіл қала тұрғындары мен қонақтарын шақырамыз.